Жоғарғы сот кеңесі 18 шілде 2020 жылы облыс соттарының алқа төрағасы мен судьяларының, аудандық соттардың төрағалары мен судьяларының 335 бос орындарына конкурс жариялаған болатын. Осы конкурс негізінде 2023 жыл 17 қарашада бірінші кезең аясында Жоғарғы сот кеңесінің кезекті мәжілісінде облыс соттарының алқа төрағаларының 5 бос орны және облыс соттар судьяларының 21 бос орны, аудандық соттар төрағаларының 73 бос орындарына барлығы 99 бос орындарға жарияланған конкурстың қорытындысы шығарылды. Содан соң 21 қарашада Жоғарғы сот кеңесі регламентінің 53 тармағына сәйкес аталған қорытындыдан соң пайда болған аудандық соттардың судьяларының 74 жаңа бос орындарына қосымша хабарландыру жарияланды. Бұл тәсіл аудандық соттар судьяларының бос орындарының тізіміне конкурс жарияланған кезде бос болған лауазымдарды ғана емес, сонымен қатар конкурсты қорытындылау сәтіне қолжетімді барлық бос орындарды қамтуға мүмкіндік берді. Атап айтқанда 18 шілдедегі конкурсқа қатысқан облыс соттарының алқа төрағалары мен судьялары, аудандық соттардың төрағалары лауазымдарына ұсынымдар алмаған кандидаттар және конкурсқа қатысқан аудандық соттардың судьялары қолжетімді барлық бос орындарға қосымша өтініштер беруге мүмкіндік алды. Осы шаралардан соң 2020 жылғы 20 желтоқсанда Жоғарғы сот кеңесінің кезекті мәжілісінде аудандық соттардың судьяларының 310 бос орындарына жарияланған конкурстың қорытындысы шығарылды. Конкурсқа барлығы 358 кандидат қатысты. Олардың ішінде 196 судьялық лауазымда басқа аудандық сотқа ауысуға тілек білдірген және судьялық лауазымдарынан босатылған кезден 4 жыл мерзімдері өтпеген кандидаттар, 162-сі сот төрелігі академиясының түлектері мен біліктілік емтиханынан сәтті өткен кандидаттар. Биылғы жылы сот жүйесіне кәсіби мамандар тарту мақсатында кандидаттардың кеңестің ұсынымын алғаннан кейін тағылымдамадан өту құқығы бекітілді. Осы жаңашылдыққа байланысты аталған конкурс шеңберінде тағылымдамадан өтпеген немесе оның қорытындысы бойынша қорытынды алмаған 60 кандидат конкурстық іріктеуге жіберілді. Конкурс аясында кандидаттарды іріктеу кешенді бағалау негізінде жүргізілді. Кешенді бағалау барысында судьялардың өтілі, сот төрелігін жүзеге асыру сапасы, судья этикасы талаптарын сақтау және қарым-қабілеті жөніндегі басқа да маңызды мәліметтер зерттелді. Ал басқа үміткерлердің заңгерлік мамандығы бойынша өтілі, ғылым дәрежесінің, судьялар қауымдастығы мен жұртшылықтың оң қорытындыларының болуы, сұхбат нәтижелері және автоматтандырылған өңдеуге болатын басқа да көрсеткіштер ескертілді. Сонымен бірге Жоғарғы сот кеңесі сайтында жұртшылық, оның ішінде заң қауымдастығының өкілдері пікірлерін білдіру үшін кандидаттар туралы деректер орналастырылды. Бұқаралық ақпарат құралдары мен әлеуметтік желілердегі үміткерлер туралы жұртшылықтың пікірлері зерттелді. Осы шаралардан соң кандидаттар Жоғарғы сот кеңесінің конкурстық комиссиясы мәжілісінде алдын ала қараудан өтті. Содан соң Жоғарғы сот кеңесінің мәжілісінде талқыланған соң судьялық лауазымдарға ұсынымдар берілді. Конкурс қорытындысы бойынша 358 кандидаттың ішінен аудандық соттардың судьялары лауазымдарына 179 кандидат іріктеліп алынды. Оның ішінде 120 алғаш рет ұсыным алған кандидаттар, 57 судьялық лауазымдағы кандидаттар, 2 судьялық лауазымдарынан бұрын босатылған кандидаттар. Сонымен бірге конкурс үміткерлердің санына қарамастан қатаң қағидалы түрде жүзеге асырылды. Атап айтқанда аудандық соттар судьяларының 113 лауазымдарына лайықты кандидаттардың болмауы себебінен конкурс өткізілмеді деп танылды. Байқауға қатысушылар арасында кандидаттардың ең көбі Астана қаласының әкімшілік құқық бұзушылық жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотына 1 орынға 80 кандидат қатысса, ең азы Атырау облысы Мақат аудандық сотының, Ұлытау облысы Қаражал аудандық сотының, Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл аудандық сотының судьялық лауазымдарына 1 кандидаттан ғана болды. Жаңа қызметке ұсынылған 57 судьяның орташа жастары 43 жаста болса, орташа заңгерлік өтілдері 19 жыл. Сот жүйесіндегі өтілдері 8,5 жылды құрайды. 7-інің мемлекеттік және ведомстволық марапаттары бар. 21-інің магистрлік дәрежелері бар. Алғаш рет ұсыныс алған 120 кандидаттың ішінде 87 кандидат сот мамандары, 16 кандидат жеке сала менен мемлекеттік органдардың заңгерлері, 8 кандидат адвокаттар, 8-і ұлттық қауіпсіздік комитеті мен прокуратура қызметкерлері, бір тұлға уақытша жұмыссыз. Сонымен бірге олардың 57-сі ер және 63 әйел адамдар. Орташа жастары 36 жаста болса, заңгерлік өтілдері 11,5 жылды құрайды. 95 кандидаттың магистрлік дәрежелері бар, оның 83-і сот төрелігі академиясын бітірген. 27 кандидаттың мемлекеттік және ведомстволық марапаттары бар. Ұсынымдалған кандидаттардың тізімі кеңестің сайтында жарияланған.